Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті көрермен. Бүгінде интернет желісіндегі әртүрлі ағымдарға қатысты сұхбат құрамыз. Бізге сұхбат беруші Ізбасар Ермекұлы, Атырау облысы Дін істер басқармасы ақпарат талдау орталығы және интернет мониторинг бөлімінің басшысы. Қош келдіңіз. Рахмет. Рахмет. Алдағы істеріңізге сәттілік тілейміз. Интернет желісінде отыратын жастар, сол жастарымыздың қалай осы жолға түсіп қалады, қалай сол діни ағымдардың тұзағына қалай түседі, соған бір қысқаша айтып жүрсеңіз. Түсінікті. Енді сұраққа келмес бұрын біздер енді ең бірінші стратегиялық маңызды аймақта отырық, Атырау облысы. Бұл аймақ жалпы әртүрлі діни ұйымдар мен діни бірлестіктердің көп шоғырланған жері. Және осы аумақта біздің енді батыстың мұнай астанасы дейді. Осы аймақта жалпы біраз діни ойындардың болып жатқан алаңы. Жалпы енді қазіргі уақытта статистикалық мәліметтерге сүйенсек, көптеген осы діни ақпаратты жалпы осы соңғы жүргізген зерттеу жұмысы бойынша 4-тен 3-і адамдардың барлығы интернеттен діни ақпаратты алады екен. Жалпы әлем бойынша олардың жаңағы интернет қолданушылар дейді ғой бізде. Соның жалпы көлемі 6 миллиард дейді. Ал енді өзіміздің елге келетін болсақ, жалпы халықтың 12 миллион жалпы тұрғыны интернетті қолданады екен. Жалпы енді біздер мына көбіне қазіргі уақытта жастармен жұмыс жасаймыз. Жастарға ең бірінші сұрақ бізде діни ақпаратты қайдан аласыз деген сұрақ болады. Олардың көбінің жауабы, оның ішінде біздер 70-80%-ға жуығы интернеттен алады. Енді қарапайым ешқандай діннен хабары жоқ, ешқандай жаңағыдай қауіпті және күмәнді материалдардан ада, ең бірінші жас өспірім интернеттен ең бірінші ақпаратты іздеген кезде біздер зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Бірінші діни сұрақтарға жауап осы деструктивті ағымдардың сайттарына шығады. Яғни мысалы қарапайым намазды дұрыс оқудың тәртібі деген сұрақ болатын болса, ең бірінші, екінші, үшінші ең көп іздеудегі ақпарат бізде деструктивті сайттардан шығады. Біздер оны зерделеу жұмыстарынан шығарып отырмыз. Енді осындай жұмыстарды алдын алу үшін біздер мына ақпараттық талдау орталығы тарапынан аналитикалық интернет платформа, қысқаша АИП дейміз, сондай бағдарлама шығардық. Бұл бағдарламаның жалпы жұмысы 11 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Оның қатарында, мысалы қарапайым біздер салафиттік дейміз, оның ішінде бөлінуі мадхалиттік, нимадхалиттік, мысалы такфирлік, сурриттік деген сияқты бағыттар. Одан қоса келетін болсақ христиандық бағыттар. Одан қоса келетін болсақ оппозициялық, яғни мемлекетке қарсы бағыттар бойынша жаңағыдай әртүрлі топтардан тіркелушілерін шығарады. Мысалы біздер осы Көкшетау өңіріне келместен бұрын арнайы зерделеу жұмыстарын жүргізіп келдік. Осы бағдарламаға сәйкес, мысалы қарапайым салафиттік бағыттың ішіндегі деструктивтікке жақын сурриттік бағыттың уағызшысы бар, Абу Умар Сасетлинский деген. Қазіргі уақытта орыс тілінде интернет контент ұсынып отыр. Жастардың көбі сол кісіні тыңдайды. Соны зерделеген кезде бізде осы Көкшетау өңірінен 1008 адам сол парақшаға тіркелген екен. Бірақ жаңағы ресми ақпараттарға сәйкес келетін болсақ, оның саны 5 есеге аз облыста. Демек, көптеген осы интернеттегі тіркелушілер өздері білмей сол парақшаларға тіркеледі. Одан кейінгі енді атап өтетін мәселе бар. Мына қалай жасөспірімдер осындай топтарға кіріп кетеді деген мәселе. Қарапайым көп біздер мына қауіпті және күмәнді топтарға тіркелген азаматтармен, оның ішінде жастармен сұхбат құрған кезде олар айтады: мен жалпы парақшаға кірдім, ол парақшада жалпы ислами тақырыптар, я болмаса жалпы діни тақырыптар қозғалып жүрді. Жалпы мысалы ғибадатқа қатысты, мысалы намазға, оразаға қатысты деген сияқты. Бірақ кейін осы шетелдік уағыздаушылардың уағыздары, насихаттары ол топта қалай пайда болғанын білген жоқпын дейді. Демек, біздегі мына
интернет мониторинг жүргізген кезде біздер ықпалды екіге бөлеміз. Сыртқы ықпал және ішкі ықпал. Сыртқы ықпалға көптеген шетелдік діни уағызшылар жатқызатын болсақ, ішкі ықпалға өзіміздің жергілікті жаңағыдай барлау білдіру жұмысымен айналысатын кейбір уағызшылар бар. Солардың мысалы көптеген мына шетелдіктер ең бірінші ақпаратты мына алаңға тастамас бұрын олар деген мына аудиторияны зерттеп алады. Яғни былай алып қарайтын болсақ, мысалы Қазақстанның жері кең. Соған сәйкес әрбір өңірдің өзінің қалыптасқан саяси мәдени ахуалы бар. Оның ішіндегі бір бөлігі діни ахуал, және ол діни ахуал деген сол саяси мәдени ахуалдың ең басты бөлігі. Соған сәйкес, мысалы қарапайым салыстырмалы түрде алатын болсақ, батыстың халқы өте бір қаттылыққа жақын. Өткен бізде қазақта сөз бар ғой, батыстың халқына кіші жүз, яғни жаңағы найза берде жауға қой дейді. Сол сияқты біздікілер өзі қаттылыққа жақын болады. Сондықтан мына шетелдік уағыздаушылардың осындай қатты бір радикалды уағыздары таргет ретінде батысқа беріледі. Бірақ біз мысалы басқа өңірлерге зерделеу жұмыстарын жүргіземіз. Мысалы оңтүстікке барамыз, немесе шығысқа барамыз. Біздің өңірлерде таралып жатқан уағыздар о жақта шықпайды. Демек, біздегі кәдімгідей сыртқы ықпал ретінде жұмыс жасап жатқан кейбір уағызшылардың кәдімгідей арнайы топтар болады. Яғни олар аудиторияны зерттеп алады, соған сәйкес ақпарат береді. Яғни, мысалы, қарапайым біздер Ханафи мазхабы дейміз. Ханафи мазхабының мысалы біздер 2019-2020-дан бастап дабылға бастадық. Жаңағыда поляризация дейді, яғни бөліну. Яғни олардың ішінен кейбір шетелдік топтардың араласуы. Мысалы қарапайым Диобанди деген бағыт бар. Олар мысалы Ханафи мазхабының бір қатты кеткен ұйымы деп айтсақ болады. Мысалы солардың Қазақстан өңірі бойынша біздер мына тіркелушілерін зерттедік. Олардың көптеген тіркелушілері мына Қазақстан аумағындағы уағызшыларға емес, бәлки шетелдік уағызшыларға көп тіркелген екен. Демек, олар ақпаратты сол жақтан алып отыр. Олар тек қана діни ақпаратты беріп қоймай, сонымен қоса өздерінің саяси ойындарында жүргізеді сол жастарға. Мысалы, қазіргі уақытта біздер ВКонтактені зерттедік, мысалы, Инстаграмды зерттедік, бірақ қазіргі уақытта жастардың арасында актуалды болып отырған TikTok әлеуметтік желісі. Біздер қазіргі уақытта соны зерделеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алдағы уақытта бұның да нәтижесімен бөлісетін боламыз. Сол жерден қандай жасөспірімдер, қандай жастар, қандай қауіпті күмәнді топтарға тіркелген. Яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының және Ханафи мазхабының негізгі ұстанымдарына қарсы дейміз. Яғни біздің жергілікті аумақта дамыған дәстүрлі діннің негізгі ұстанымдарына қарсы келетін кейбір топтар бар. Біздер оларды қазір ақпараттық түсіндіру ретінде жүргізіп жатырық, жеткізіп жатырық. Мысалы, біздер көптеген орталық тарапынан, жалпы енді дін істері басқармалар тарапынан республикалық деңгейде арнайы ақпараттық түсіндіру топтары құрылады. Жергілікті өңірлік және республикалық болып. Сол ақпараттық түсіндіру жұмыстары кезінде, мысалы, әртүрлі колледждерге, мектептерге, университеттерге арнайы топ өкілдері барады. Яғни дәстүрлі дінді, одан кейін мысалы мемлекет пен дін институттарын, олардың және ара қатынасы сияқты тақырыптарды ашып, оларға түсіндіру үшін. Яғни бірінші біз жасөспірімдерді алып қалу үшін оларға иммунитет беру керекпіз. Оларға бірінші дәстүрлі дін, дәстүрлі мәдениет, дәстүрлі тарих не екенін түсіндіре отырып, кейіннен барып әртүрлі діни топтар мен ұйымдардың қауіптілігін түсіндіреміз. Сол кезде біздер мына аналитикалық интернет платформа, жоғарыда айтып кеттім, соның базасында біздер Telegram бот ойлап таптық. Telegram ботты жүргізу процесін қазір кішкене түсіндіріп өтейін. Біздер мысалы ақпараттық түсіндіру тобына барған кезде экраннан QR кодпен осы боттың бағдарламаның QR кодын шығарып отырамыз. Соған балалар өздерінің жаңағы телефондары арқылы тіркелу арқылы, олар өздерінің әлеуметтік желілерінде әртүрлі қауіпті топтарға тіркелген бе, тіркелмейін бе, соны тексеріп алады. Сол кезде әрбір
жеке телефондарға оларға SMS код барады, сол кезде жазылып тұрады. Сіз ешқандай қауіпті немесе күмәнді топтарға тіркелмегенсіз, немесе егер тіркелген жағдайда сол топтардың атаулары шығып тұрады оларға. Мысалы, Қазақстан Республикасының аумағында мысалы дәстүрлі емес Абдулла Кастекский деген сияқты, жаңа жоғарыда айтып кеттім, қазіргі уақытта актуалды болып отырған Абу Умар Саситлинский, мысалы олардың ішінде кейбір мына саудиялық бағыттағы кейбір шетелдік уағызшылар бар, мысалы Ульван, Ат-Тарифи деген сияқты кейбір уағызшылар бар. Олардың мысалы бір уағызы ғана оларға өтуі мүмкін, жастарға бір ұнап қалуы мүмкін. Жалпы ислами тақырыпта айтады, ол тақырып ұнап қалады, содан кейін барып тіркеледі. Бірақ біздер мына көптеген тіркелушілер сол топтарға тіркелген деп, олардың барлығы сол дәстүрсіз діни ағымның жетегінде кетті деп айта алмаймыз. Бәлки белгілі бір деңгейде сол топтардан ақпарат алып отыр. Біздер соларды бірінші жеткізу керекпіз да. Бірақ деген, мысалы, бір кішкентай облыстан 1000-2000 кейбір, мысалы, біздер Ат-Тарифи деген уағызшының жаңағы парақшасына зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Атырау облысы бойынша, мысалы, 10 мыңнан астам тіркелуші тіркелген екен. Бұл өте үлкен көрсеткіш, мысалы. Кейін бірақ олар зерттеп қарасақ, парақшаларды, енді әлеуметтік желідегі әрбір адам парақшасы біраз нәрсені айтады. Соған қарап біздер әлеуметтік портретті жасай аламыз. Мысалы, қандай жаңағы публикациялармен бөліскен, қандай топтарға тіркелген, мысалы, оған қандай адамдар тіркелген деген сияқты, сол жаңағы парақшаны зерттей отырып, біздер оған әлеуметтік портрет жасай аламыз. Мысалы, соны зерттеп келген кезде біздер арнайы жаңағы басқарма тарапынан ескерту хаттамасын жібердік. Яғни 453-490 деген баптардың негізінде әкімшілік құқық бұзушылықтың сол кезде бізге обратный отчет келді. Солардың тарапынан көптеген жаңағы жасөспірімдер сол топтарға білмей тіркелген екен. Яғни мен ешқандай оның уағызшы екенін де білмеймін. Кейбір жаңағы жасөспірімдер мен вообще дінге қатысты емеспін, намаз оқымаймын, ғибадат жасамаймын. Бірақ кейбір тақырыптар қызық болғаннан кейін интернеттен іздегеннен кейін сол уағыз шықты, соған тіркеліп кеттім деп. Демек, таргет тарапынан өте үлкен жаңағыдай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сөзіңізде бір айтып өттіңіз, осы мониторинг жасаймыз, портрет жасай аламыз дедіңіз. Көбінесе сол мониторинг жасап тексерген кезде сол парақшаға бұрындары тіркелген, немесе тіркелгенін білмейді, немесе бұрындары бір жаңағындай әртүрлі сайыстарға қатысқан, кейін сол парақша өзгеріп кетуі деген сияқты сондай жағдайлар болса, соған қалай білесіздер? Жоғарыда айтып өттім, көптеген тіркелушілер білместіктен тіркеліп жатыр осындай топтарға. Бірақ енді олардың арасында, мысалы, бір такфир немесе джихад бағытындағы парақша дейтін болсақ, олар бірыңғай сондай ақпарат салмайды. Мысалы, біздер зерттеп отырамыз, соңғы бір айдың ішінде, мысалы, 10 бейне жазба жүктелген. Мысалы, Халид Аль-Фулейджи деген бізде уағызшы бар. Соның парақшасын зерттеген кезде сондай ақпарат шықты. Бізде соңғы 10 публикацияның біреуі тек қана сондай оппозициялық немесе дінге қарсы бір сондай бір ақпарат болып шықты. Демек, олар деген бірыңғай сондай қауіпті материалды жүктемейді. Олар деген арасына сондай бір орындарды салып, сондай ақпараттарды жүктеп отырады. Одан кейінгі мәселе, жоғарыда дұрыс айтып өттіңіз, гиф мәселесі. Гиф мәселесінде көптеген біздер мына тіркелушілер зерттеген кезде бір тіркелуші 5000, 10 000 жаңағы подписка жасаған. Демек, ол деген 5000, 10 000 немесе 7000 парақшадан бірыңғай ақпарат алып отырған жоқ қой. Ол бір конкурсқа қатысады, одан кейін соның арасында бір қауіпті күмәнді топтар пайда болып қалады. Ол өзі білмейді қандай топты. Мүмкін оған ол ақпарат шықпайтын да шығар. Бірақ ол деген сол парақшаға тіркелу арқылы сондай ақпараттарға кезігіп қалуы мүмкін. Одан кейінгі, мысалы, біздер қазіргі уақытта көптеген акцентті осы жастарға бөліп отырық. Неге? Жастар бүкіл ақпаратты өздерінің бойында иммунитет болмағандықтан ақпараттың барлығын қабылдай береді. Немесе бір уағызшы айтатын болса, осы дұрыс шығар, осы ақиқат деген нәрсенің барлығын қабылдай береді. Яғни аналитикалық ойлау, критический мышление әлі дамымаған оларда. Сондықтан біздер мына
акцентті жастарға бөліп отырық, ал жастар қайда отыр? Қазіргі уақытта көптеген TikTok жаңа әлеуметтік желісіндегі парақшаларда отыр. TikTokта қалай ретке шығатын ақпараттар 30 секундтан аспайды. Сол 30 секундтың ішінде олар ақпарат беріп үлгереді. Яғни ол көріп үлгереді деген сөз. Одан кейін біздер мысалы зерттеу объектісі ретінде бірнеше парақшаны алып зерттеп көрдік. Мысалы жастар, одан кейінгі қазір өзекті болып отырған мәселе біздің мектеп жасындағы оқушылардың хиджаб емес, ниқаб киюі. Яғни бетін толықтай тұмшалап, сол жаңағы кейбір ағымдардың жетегінде кетіп жатқан жасөспірім қыз балалар бар. Солардың жаңағы парақшаларын зерттеп отырған кезде мен мынандай бір қызық нәрсеге кезіктім. Мына ақпараттарды салған кезде фото салады, өзінің немесе басқа бір уағызшының жаңағы бір фотосын салады. Сопровождениеда тұрған жаңағы олар музыка салмайды, нашид салады. Ал нашидтің олар аудармасын білмейді. Өйткені көбі араб тілі және әдебиетін түсінбейді. Оның аудармасын білмейді. Ол деген жаңағы нашидтің жетегінде бір керемет нашид ұнап қалды діни мәтіндегі. Бірақ ол деген былайша айтқан кезде оның аудармасын білмегендіктен ол жүктеп қойды. Бірақ біздер маман ретінде аударған кезде оның көбі ашық жаңағыдай такфир джихадқа шақырған призыв бар ол жерде былайша айтқан кезде. Сондай бір оқиғалар болды. Сол кезде біздер мына жекелей сөйлескен кезде жасөспірімдерге түсіндіріп жатамыз. Сол кезде олар деген ашық өздерінің білмей жүктегендігін айтып жатады мысалы. Сондай да бір қызықты жаңағы фактілерге кездесіп қаламыз. Демек біздер осы интернет желісіндегі мониторинг арқылы 90-100% осы кісі сондай бір ағымның жетегінде жүр деп тағайта алмаймыз. Одан кейінгі бір тенденция, мысалы біздер көбіне акцентті қайда қоямыз? Басым көпшілік мұсылман болғаннан кейін ислам дініне қоямыз. Бірақ оның тысында да бізде көптеген діни ағымдар мен діни бірлестіктер жұмыс жасап жатыр. Олардың ішінде, діни бірлестіктердің ішінде рұқсат алғандары бар, рұқсат алмағандар да бар. Мысалы қызық мәлімет, қазіргі уақытта осы православ католиктерден бөлек протестанттардың жас буынға әсер етуі. Олардың жаңағы өз кезегінде әртүрлі ақпараттарды интернетте жүктеуі, одан кейін осы шіркеулердің іштерін қазақилануы сондай бір тенденция болып жатыр. Яғни мысалы олар шіркеулеріне кіретін болсақ, кейбір ағымдардың Мәриям анамыз бен жаңағы Иса пайғамбардың бейнесі бейнеленеді көп жағдайда. Соны мысалы Мәриям анамыздың бейнесін қазақи кимешек кигізіп қойған мысалы, ою салып. Одан кейін мысалы Иса пайғамбардың бейнесіне жаңағыдай басына тақия кигізіп қою арқылы сондай бір әрекеттерге қазақиландырып жатыр. Шіркеулердің осындай ұйымдардың қазақилануы оған баратын қазақ аудиториясының санын көбейтеді. Яғни олар да белгілі деңгейде өздеріне келетін жамағаттың, өздеріне келетін аудиторияны зерттеп алады. Оларға мысалы қазіргі уақытта мысалы зерделеу жұмыстарын жүргізген кезде бір ұйымның ішінде 60 келуші болатын болса, қазіргі уақытта соның 55-56-сы қазақ болып отырады. Бұл демек шіркеулердің қазақилануы да сол аудиторияға сәйкес олардың өзгеруі деген сөз. Яғни белгілі бір деңгейде олар да әртүрлі құралдарды қолданып жатыр. Мысалы, бірақ біздер толықтай ол протестанттық бағыттағы шіркеулер, протестанттық бағыттағы діни ұйымдардың толықтай қазір зерттеліп, методикалық құралға енгендігін толықтай айта алмаймыз. Белгілі бір деңгейде ақпараттар бар шығар, бірақ ол ұйымдарға біздің жаңағы Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс жасап жатқан ол ұйымдарға қандай күштер әсер етіп жатыр, оны да айта алмаймыз. Толыққанды. Белгілі бір деңгейде тарихи мәліметтерді беріп жатыр мамандар, дін танушы теолог мамандар, бірақ ол да жеткіліксіз болып жатыр. Яғни қазіргі уақытта олар қалай тартып жатыр өздерінің қатарларына? Әртүрлі үйірмелер арқылы тартып мүмкін. Одан кейін өздерінің базасында, шіркеулік ұйымдарының базасында әртүрлі мысалы секциялар ашып қояды. Ол секциялардың қатарында мысалы жасөспірімдерге қызық сурет салу мүмкін, гитара тартатын жаңағы ұйымдар мүмкін. Сол арқылы да тарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олар өздерінің жаңағы интернет желісі парақшаларында осы кезде бір айтып кететін бір мәселе бар. Жаңағы біздер айтып жатқан шетелдік ұйымдардың сайттары интернет желісіндегі, одан кейін әлеуметтік желілері өте қатты дамыған.
Яғни олар безендірілуі жағынан, дизайны жағынан өте мықты. Одан кейін музыкальный сопровождение дейді. Барлығын олар өздерінің сайттарында, парақшаларында салып отырады. Сол жағынан да бір қауіпті бір тенденция бар. Осы айтып өткен мәліметтерді келтіре отырып, біздер қазіргі уақытта көптеген жасөспірімдерінде осындай әртүрлі ислами емес ұйымдардың қатарына кетіп жатқандарын айтуға болады. Тағы бір сұрақ, мысалға бұрындары мониторинг жасаған кезде, мысалы ВК, YouTube, басқа әлеуметтік желілерде мониторинг жасайды. Сондай ДРТ, деструктивті ағым страницасы болса, блокировкаға түсіп қалады. Немесе аты жөні шығады, мысалы кім лайк баса, кім таратса. Ал қазір мысалы TikTokқа кірсек, TikTokта бір еркіндік бар сияқты. Жаңағындай әртүрлі ақпарат шыға алады. Не іздесең де шығады. Жаңағындай TikTokта бір еркіндік пайда болған сияқты. Соған қарап адамдар әртүрлі мысалы діни контент көбейіп кеткен сияқты, мысалы содан қарап отырсаңыз. Сол TikTokқа мысалы қандай тыйымдар бар, мысалы TikTok қолданушыларға жаңағы айтып өткендей блокқа түсе ала ма, оларға қандай жаза қолданады, мысалы кім TikTokқа шығып сондай діни контент жасап, немесе басқа да бір заңға қайшы нәрсе айтса, оларға қалай анықтайды? Мысалы TikTokта жаңағы тіркеліп алған жас балалар аты жөні жоқ, мысалы соны қалай тауып аласыздар, қалай белгілейсіздер? Енді осы сөзімізді бастамас бұрын біздер бірінші заңға жүгінеміз. Бізде осыған қатысты, яғни интернет желісіндегі әртүрлі материалдарды, оның ішінде діни материалдарды жариялауға қатысты заң бар. Ол әкімшілік құқық бұзушылықтың соған қатысты кодекстің 453-ші бабының 2-ші тармағына сүйенеміз. Оның мәтінде былай келеді. Әртүрлі діни алауыздық қалып келетін, одан кейін терроризм, экстремизмді насихаттайтын әртүрлі діни материалдарды өзінің жеке парақшасына жүктеуге және оны таратуға тыйым салынады. Яғни оған қатысты заңды және жеке тұлғалар үшін арнайы айыппұлдар қарастырған. Бұл административный заңға қатысты. Енді осыған қатысты біздегі қазіргі уақыттағы TikTok әлеуметтік желісіндегі мәселе өте ауқымды, дұрыс айтасыз. Өйткені олар көбіне фейк аккаунттарды ашады. Одан кейін жаңағы біздің жоғарыда айтып кеткен тенденция ниқап толықтай бетін тұмшалап алып, олар түнгі 3 пен 6-ның арасында стримге кіреді. Біздер мысалы соған зерттеуші ретінде әлеуметтік жағынан, діни жағынан бәрін зерттеген кезде біздер соның стримдеріне кіруге мұқтаж боламыз. Стримдеріне кірген кезде олар біріншіден фейк аккаунт болғаннан кейін, одан екіншіден толықтай бетін тұмшалағаннан кейін олар былайша кезде аузына келгендерін айтады. Яғни оларды таба алмайды, немесе оларға қатысты зерделеу жұмыстарын жүргізбейді деген бір ой болады. Соған қатысты мен деген мысалы бір әлеуметтік желіде сондай бетін тұмшалайтын қыз баламен жеке кездестім. Сол кезде оған айтқан кезде ол әңгіме барысында мен байқадым оның діннен хабардар емес екендігін. Одан кейін мен оған сұрақ қойдым. Қарсы жаңағыдай, сен неге егер діннен хабар болмасаң, діни атрибутикаға жататын осы ниқапты киіп алдың? Ол айтады, мен деген біріншіден өзім бетімді көрсетуге ұяламын дейді. Екіншіден, мен деген толықтай бетімді жапқаннан кейін маған ешкім тыйым сала алмайды дейді. Мен бір жағынан жаңағы мектепте 8-ші класста оқимын дейді. Жаңағыдай мен ұстаздар жағынан, мектеп әкімшілігі жағынан бір шектеулер болуы мүмкін. Екінші жағынан қадағалаушы органдар бар екен білем дейді. Сондықтан мен деген ниқап киіп алдым, маған осы ыңғайлы дейді. Демек жастардың бір санасында сондай бір көзқарас бар. Бірақ біздер осы аналитикалық интернет платформа арқылы оның да бір шешу жолдарын қазіргі уақытта тауып жатырмыз. Яғни кез келген аккаунттар белгілі бір деңгейде тіркелу үшін телефон номер арқылы немесе әлеуметтік электронды почта арқылы тіркеледі. Одан кейін ол почта немесе телефон белгілі бір деңгейдегі әлеуметтік парақша қалыптасқан кезде IP адрес беріледі. Сол арқылы біздер мысалы ол азаматтың немесе азаматшаның Қазақстан Республикасы территориясында немесе оның территориясында емес екендігін анықтай аламыз, және оның қай өңірде тұрғандығын анықтай аламыз. Одан кейін жаңағы әртүрлі тетіктері бар. Біздер алдағы уақытта бұл бағдарламаның TikTok әлеуметтік желісіндегі бөлімін дамытқаннан кейін жалпы жариялайтын боламыз, презентация жүргіземіз. Сол кезде толыққанды олар қалай жұмыс жасайды, қандай желі арқылы немесе сегментация, парсингтер арқылы жұмыс жасайтындығын біздер жаңағы айтатын боламыз. Бірақ
айта өтетін мәселе бұл бір жағынан заң жағынан түсіндіру болады, екінші жағынан бір жастарға бір діни контентті жарияламауға немесе діни білімі жоқ бола тұра әртүрлі діни ақпараттар таратпауға бір шектеу болатындығын, әртүрлі діни топтарға тіркелу және оған қатысты зерделеу жұмыстары жүргізіп жатқандығын бір ескерте аламыз. Тағы да мысалы сол ДРТ өкілдерін жаңа айтып өттіңіз, әртүрлі шейхтар бар, Абу-Фулейш, Тарифи, тағы да соны көбінесе тыңдайтын орыс тілі контент, негізі орыс тілі, русскоязычный орта ғой негізі тыңдайтын. Және де сол ортаны қарасаңыз бәрі орыс тілі, қарап отырсаңыз бәрі орыс тілі жаңа. Және де тағы да бір қызығы, мысалы осы біз Қазақстан еліміздің қай жері байлығы бар, жаңағы айтып өттіңіз, мұнайлы жер, кейбір жерде көмір бар, мыс бар деген сияқты. Мысалы Жезқазған, сол жақтарда, Степногорск, сол жақтарда өте көп шоғырланған. Олар қай себеппен қалай жұмыс істеп жатыр, неге тек сол жерді таңдайды, неге сол жерде көп, басқа біздің өңірлерде өте аз болады. Неге ол жерде көп шоғырланған, соны бір қызық мәлімет айтып өтейін сізге. Осы деструктивті діни ағымдар, ДДА деп айтамыз ғой, солардың жалпы жергілікті деңгейде ішкі ықпал ретінде әсер ететін идеологтар бар. Мысалы, біздер білеміз, қазір уақытқа дейін көптеген зерттеушілер айтып жүр, мысалы Ділмұрат Абу Мұхаммад, Дарын Мубаров деген сияқты жергілікті деңгейде уағыз айтып жүрген кейбір лидерлер бар. Олар мысалы біреуі оңтүстіктен шығуы мүмкін, біреуі жаңағы шығыстан шығуы мүмкін, бірақ олардың қазіргі уақытта интернет желісінде зерделеп білген кезде оларға тіркелушілердің барлығы батыс өңірінікі шығады. Яғни қай жерден идеологтар, лидерлер шықпасын, олардың басым көп тіркелушілері осы батыстан болып жатады. Орыс тілді, орыс тілді болсын, қазақ тілді болсын. Олар мысалы жаңағы шетелдік уағызшыларға қазір тоқталамыз. Жалпы біздің батыстың халқы жаңағы қазіргі уақытта әртүрлі жаңағы идеологтарға тіркелген. Олардың санын жеке-жеке айтып өтуге болады. Бірақ уақыт тығыз болғаннан кейін бір қысқаша шолу өтейік. Одан кейінгі бір мәселе жаңағы дұрыс айтасыз, геосаяси жағдайы бар. Жаңағыдай орналасуы жағынан. Бізде батыс өңірінде, оның ішінде жаңағы Атырау облысында вахталық әдіспен жұмыспен қамтитын орталықтар, орындар өте көп. Бұл жерге келетін жалпы бүкіл Қазақстан бойынша былайша кезде жұмысшылар келеді. Сол жердегі ячейка дейміз ғой, діни, оның ішіндегі жаңағы дәстүрлі емес діни ағымдардың таралуы сол жерден басталады. Адамдар мысалы біздің батыстың өңірі мысалы вахталық әдіспен жұмысқа баратын болса, бір бөлмеде мысалы қарапайым келтіретін болсақ, бір батыстың азаматы жатуы мүмкін, мысалы ДДА өкілі, одан кейін қасында ешқандай дінге қатысы жоқ, жаңағыдай шығыстың, батыстың, оңтүстіктің басқа өңірдің адамдары болуы мүмкін. Бірақ сол діни әртүрлі ағымдардың таралуына себеп осы жер болады негізі. Бір бөлмеде бір деструктивті діни ағымның жатуы ол жеткілікті. Өйткені ол былайша кезде жұмыста бірге жүреді, бірге тамақ ішеді, бірге сұхбаттасады, әртүрлі діни идеология сол жерде негізі таралады. Сол батыстың менталитетін сол жерден деструктивті діни ағымның негізі білімін алып, басқа азаматтар осы әртүрлі өңірлерге таратып жатады. Бірақ бір қызығы әртүрлі облыстың мысалы деструктивті діни ағым өкілдерінің мінез құлықтарына сәйкес қабылдаулар да әртүрлі болады. Мысалы, қарапайым осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болсын, дін істері комитеті тарапынан болсын, республикалық ақпараттық топ мүшелері бар. Олардың қатарларында мысалы белгілі бір дінтанушы мамандар бар. Олар барған кезде белгілі бір жоспармен жүреді. Яғни жоспардың тақырыптары бүкіл республикаға бір болады. Бірақ негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Жеке өзім маман ретінде көзқарасым, өйткені әртүрлі өңірдің деструктивті діни ағым өкілдері болсын, соның ұйымның мүшелері болсын, олардың мінез құлықтарына сәйкес діни көзқарастар да әртүрлі болады. Яғни мысалы біздің батысқа бір қатты түсіндіру жұмыстары қажет болатын болса, олар солай қабылдайды. Ал бірақ сол қаттылықты негізі сіз шығысқа барып айта алмайсыз.
Өйткені олардың ағым өкілдері, олардың жамағаттарының таным түсінігі және олардың қабылдаулары мүлдем бөлек. Соған сәйкес әртүрлі өңірдің өздерінің тыңдайтын уағызшылары бар. Мысалы, республикалық деңгейде уағыз айтып жүрген кейбір азаматтарды, мысалы, біздің батыстың жаңағы жамағаты тыңдамайды. Неге? Өйткені олар жай айту мүмкін да. Біздің, мысалы, батыстың халқы өзі қатты болғаннан кейін ол нәрсені қабылдай алмау мүмкін. Соған сәйкес біздер қазіргі уақытта, мысалы, ислам діні мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болсын, Ханафи мазхабының негізгі ұстанымдарына қарсы, мысалы, кейбір ұйым мүшелері бар. Олардың қатарында, мысалы, қарқынды дамып келе жатқан тәңіршілік ағымы. Олардың, мысалы, өздеріне сәйкес қазіргі уақытта біздер зерделеу жұмыстарын жүргізіп отырып, өздерінің лидерлері бар. Қазіргі уақытта белгілі бір деңгейде оларда ұйым ретінде қалыптасып келе жатыр. Өздерінің, мысалы, республикалық деңгейде, мысалы, жақын арада Алматы өңірінде олар халықаралық, мысалы, конференция сияқты бір симпозиум өткізді, өздерінің жиындары. Сол кезде, мысалы, әртүрлі талқылаулар болды деген сияқты. Олардың, мысалы, солардың қатарында жүрген біздер тіркелушілерін зерттеп қарадық. Олардың барлығы бірдей, мысалы, тәңіршілдік көзқарастағы адамдар емес. Олардың жарты бөлігі исламофобтық көзқарастағы адамдар. Яғни исламға бір жеккөрініштік немесе жаңағыдай арабтану саясатына бір қарсы адамдар болуы мүмкін. Олардың ішінде кәдімгідей белгілі Қазақстан Республикасының аумағындағы жаңағы өздеріне сәйкес беделі бар азаматтар да табылып жатады, мысалы. Олар толықтай дерлік бір тәңіршілдік дін немесе тәңіршілдік ағымының ұйымның мүшелері деп тағайта алмаймыз, мысалы. Сондай да бір тонкостары бар да, былайша айтқан кезде, сондай мәселе. Жаңа тәңіршілдіктерге қатысты TikTokта отырған кезде стримдерде отырады тәңіршілдер. Өздері бірнеше адам, 4-5 адам отырып алды да, бір мұсылманды кіргізеді да, енді сұхбатқа. Бір ғана жерде бастай жаңағындай әртүрлі боғауыз сөздер айтады, жаңағындай Аллаға тіл тигізеді, Құранға тіл тигізеді, адамның сеніміне тіл тигізіп отыр ғой. Мысалы, соларға не қолдану болады, мысалы, сондай іске барып жатқан кісілерге. Мысалы, олармен сұхбат құрған кезде қандай кітапқа, мысалы, олар жаңағындай өздерін дәлел ретінде алып келе алады. Мысалы, олар Құранды да мойындамаса, хадисті де мойындамаса, қалай бір мәмілеге келуге болады олармен, мысалы, да? Егер сұхбаты тек қана боғауыз сөз болса, жаңағындай адамды айыптау болса, қалай бір келісімге келуге болады олармен? Оларды жазалау қалай болады, мысалы? Дұрыс. Жазаға қатысты. Енді оған қатысты біздер тағы да заңға сүйенеміз. Қазақстан Республикасының жаңағы қылмыстық заңы бар, 174. Яғни ұлтаралық және дінаралық қақтығыстарға алып келетін әртүрлі ақпараттар тарату және оны жаңағыдай жеке парақшаларында жаңағыдай жүктеу деген сияқты мәселеге қатысты заң бар. Яғни Қазақстан Республикасының әрбір азаматының өзінің белгілі бір деңгейі, құқықтық жаңағыдай өзінің деңгейі бар. Демек, әрбір азамат өзінің жеке сенім бостандығы бар деген сөз. Бұл жерден шығатын. Яғни сіздің, мысалы, дініңізге ұстанып жүрген, сіздің сеніміңізге, сіздің кітабыңызға, сіздің Құраныңызға, мысалы, қасиетті жазбаңызға олар қарсы бір сөз айтатын болса, немесе оны балағаттайтын болса, немесе жеке басыңызға қатысты әртүрлі балағат, жаман сөздерді айтатын болса, оған қатысты заң бар. Ол тек қана, мысалы, тәңіршілдік немесе жаңағыдай исламды ұстанушы жамағаттың арасындағы мәселеге қатысты емес. Бұл жалпы, былайша айтқан кезде, әрбір Қазақстан Республикасының азаматын қорғайтын заң, былайша айтқан кезде. Сол заңға сәйкес, мысалы, олардың өздерінің біріншіден дұрыс еместігін олар өздері түсіну керек, былайша айтқан кезде. Ең бірінші, ешқандай сөзге тоқтамайтын адам болатын болса, оны да заңмен келу керек та, былайша айтқан кезде. Одан кейінгі мәселе, мысалы, өзіңіз білесіз, исламда жаңағыдай сұхбат құрудың, немесе жаңағыдай диспут құрудың да әдептері бар, былайша айтқан кезде. Оған сәйкес әртүрлі адамдардың деңгейі болады. Былайша айтқан кезде ол да боғауыз сөзбен бастап ешқандай сөзге тоқталмайтын болса, сіздің айтқаныңызды тыңдамайтын болса, ол сіздің деңгейіңіздегі адам емес та, былайша айтқан кезде.
Олмен де былайша айтқан кезде сұхбатқа келу, диспутқа келу, былайша айтқан кезде әдепсіз адаммен диспутқа келуде сіздің тарапыңыздан ол деңгейге түспеу керек та былайша айтқан кезде. Иә, мен деген жаңағы интернет ресурстарын интернетке қатысты мониторинг жүргізгеннен кейін біздер барлық стримдарды барлығын қадағалап отырамыз, бақылап. Сол кезде мысалы кейбір ағым өкілдер тарапынан, кейбір ұйымның мүшелері тарапынан сондай әдепсіз әрекеттерге барып жатқан сценаларды көріп жатамыз. Бұны демек, былайша айтқан кезде сіз ол деңгейге түспеуіңіз керек деген бір жеке менің жаңағыдай ұсынысым бар. Және де осы көрермендерге де соны біздер жеткіземіз. Және де осы діннен жетік білмесе, ондай стримге кіріп, олардың методы да былай ғой, мысалы 5 адам жабылады бір адамға. Жабылып сұрақтар қойып, ананы басып тастайды. Жеңілді. Иә. Кірмеген дұрыс. Дінтанушы жаңағыдай мамандарға қатысты, мысалы дінтанушы маман бір өңірге келеді. 4 жыл бакалавриаттық білім, 2 жыл магистратуралық білім, 3 жыл докторантуралық біліммен, былайша айтқан кезде үлкен деңгеймен жоғарғы деңгейдегі білім иесі болып, PhD доктор болып келеді. Ол келеді, мысалы мектепті бір дұрыс оқымаған, мысалы азаматпен бір сұхбатқа түсіп жатады да. Ол да былайша айтқан кезде сұхбатқа түсуші жаңағы объектінің қателік емес, сұхбатқа түсуге келген жаңағы жоғарғы деңгейдегі адамның бір ұстанымының немесе өзінің бір қателігі деп түсіндіруге болады. Жалпылама енді интернет кеңістігіндегі қауіпсіздік, интернет желісіндегі әртүрлі діни ағымдардың таралуы бұл өте ауқым тақырып. Өйткені интернет кеңістігінің әлеуметтік желінің шегі жоқ, жоғарыда айтып кеттік мысалы. Оған кіретін адамдардың да түрлері әртүрлі болуы мүмкін да, жаңағыдай әлеуметтік портреттен біздер көріп жатамыз. Мысалы тіркелуші бір топқа тіркелетін адамдар әртүрлі болып келеді. Мысалы бірінші жынысына қарай мысалы бөліп жатамыз. Одан кейін мысалы жеке парақшасына зерделеу жүргізген кезде олар қандай ақпараттар жүктеп жатады, мысалы қандай топтарға көптеп тіркеліп жатады деген сияқты. Енді көптеп келген кезде мысалы білместіктен болуы мүмкін деген сияқты. Енді сіз осы салада ақпараттық жұмыстар жүргізесіз, жаңа ағымға түсіп кетпесін деп. Бірақ осы жеткілікті ма, одан сайын басқа қандай амалдар жасау болады? Жалпы енді дұрыс айтасыз. Интернет ресурстарындағы қауіпсіздік туралы оған қатысты мысалы жоғарыда айтып кеттім. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан ақпараттық түсіндіру топтары құрылады. Ол өңірлік болуы мүмкін, облыстық, қалалық болуы мүмкін. Одан тыс мысалы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өздерінің республикалық ақпараттық түсіндіру топтары болады. Одан кейін жаңағыдай дін істері комитетінің өздеріне тән республикалық ақпараттық түсіндіру топтары болады. Олар белгілі бір деңгейде әртүрлі мамандардан құрылады, былайша айтқан кезде. Оның қатарында дінтанушы болуы мүмкін, оның қатарында тарихшы болуы мүмкін, оның қатарында әлеуметтанушы, мәдениеттанушы болуы мүмкін деген сияқты айта беретін болсақ, көптеген мамандардың жиынтығы былайша айтқан кезде. Олар өздерінің деңгейіне сәйкес және жұмыс жоспарына сәйкес әртүрлі білім ошақтарында, олардың қатарында мектептерде, колледждерде, университеттерде, жоғары оқу орындарында, одан кейін жаңағы қоғамдық ұйымдарда, қоғамдық орындарда, мемлекеттік ұйымдарда ақпараттық түсіндіру топтарын жүргізіп жатыр, жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олардың белгілі бір сәйкес жалпы жоспар емес, олардың әрбірінің жергілікті деңгейде, өңірлік деңгейде жоспарлары болады. Соған сәйкес олар жұмыстарын жүргізіп жатыр. Және де оған баға беретін болсақ, жоғары деңгейде өздеріне сәйкес жұмыстарын жүргізіп жатыр деп айта аламыз. Бірақ та енді заман дамығаннан кейін, интернет ресурстарындағы әртүрлі ақпараттар дамығаннан кейін, оларда бір белгіленгенде зерделеу жұмыстарын жүргізіп отыру керек өздерде. Қазіргі жастар мысалы неге қызығып жатыр? Жастар мысалы қандай топтарда отыр деген сияқты. Олардың ішінде мысалы күмәнді қауіпті топтары болуы мүмкін. Басқа да жаңағы жеке ұстанымдарына қатысты, ұлттық идеологияға қатысты, мемлекетке қарсы топтар болуы мүмкін. Соларды зерделей отырып, олар деген өздерінің жұмыстарын жүргізу керек деген ұсыныс айта аламын. Ізбасар Ермекұлы, сіздің берген тағылымды сұхбатыңызға көп рахмет. Осы бағдарламаға қонақ ретінде шақырғандарыңыз үшін сізге де алғыс білдіреміз. Осы бағдарламаның алға қарай дамуына, осы халыққа ағарту жолында беретін ақпараттары көп болсын, және ол да халықтың арасында, қоғамның арасында пайдалы жағынан, жақсы жағынан көрініс таба берсін деген ниетіміз бар.